Қазір Щучинск қаласындамыз, Көкшетау өңірінде. Бұның алдында денемізді шынықтырдық Шымкентте Алматау базасында. Одан кейін осы жерге келіп, мінекей бір 12 күндік жарыс алдындағы жылдамдыққа, тактикалық тұрғыдағы дайындықтарды пысықтадық. Қазір Құдай қаласа мынау Голландиядағы турнирға бара жатырмыз. Бұл жердегі маңыздылық кімнің жекпе-жектері жеткілікті, кімде көп жекпе-жектер осы жылда орын алды, ол жігіттер 1-2 жекпе-жек істейді. Кімде аз, олар соңына дейін бокстасатын болады. Бұл жарыстың маңыздылығы сондай. Қатты бір барлығын қырып жою деген емес. Біздің басты мақсат бұл жылға әлем чемпионаты. Өздеріңіз білетін Англиядағы Ливерпуль қаласындағы. Оған дейін өз елімізде өтетін байрақты бәсекені Елорда кубогы, қазіргі таңда әлем кубогы. Сол жарыстар ең маңызға ие. Бұл жарыста маңызды, әрине, жеңісті қолдан бермейміз. Алла жазса, елімізді тек жеңіспен қуантамыз деген ниеттеміз. Биыл әлем чемпионы болатын мүмкіндік бар. Құдай қаласа. Біраздан бері көздеген мақсат қой негізі. Пісіп жетілді. Бұған дейін де мүмкіншілік болды, енді қолдан жіберіп алдық. Осы жылы Құдай қаласа жібермейміз деген ойдамыз.